Адам ағзасы өте қиын нәрсе, оның ішінде әрбір мүше өз жұмысын атқарып пайдасын әкеліп отырады. Алайда адам ағзасында пайдасыз мүшелер де жеткілікті. Сол артық және керек емес мүшелер туралы осы видеода айтып кетеміз. Ал кеттік. Ертеде адам баласы тепе-теңдік ұстауы үшін құйрығы болған. Алайда уақыт өте келе біздің баяғыдағы ата-бабаларымыз дамып тік жүре бастағандықтан құйрық жойылып, оның орнында құйымшақ деген мүше қалып қойған. Ол омыртқа жотасының ең астында орналасқан, және де оның соңында құйрыққа ұқсайтын кішкентай сүйек тобы болған. Қазіргі уақытта құйымшақ ешқандай қызмет атқармайды. Ол бізге мұра ретінде қалды десек те болады. Алайда анда-санда кейбір адамдар табиғаттың жады бойынша құйрықпен дүниеге келіп қалады. Әйелдердің сүт бездері әрине керек, олардың көмегімен аналар сәбилерді сүтпен асырайды. Бірақ табиғат еркектерге емшектерді не үшін бергенін ойланып көрдіңіздер ма? Еркек адамдарда емшектердің не үшін керегіне көптеген нұсқа бар, бірақ қалай айналдырмасаң да ақырында олар керек емес екеніне көзіміз жетеді. Нұсқалардың бірі, ең шынайы әрі логикаға сәйкесі осындай. Әрбір бала ұрықталып ананың ішінде жатқан кезі бірінші уақытта қыз бала болып жатады. Сол кезі емшек денеде дамып кетеді. Содан кейін еркек болатындары еркек болып дамиды, ал қыз болатындары қыз болып қала береді. Содан еркек балаларда емшек қалып қояды. Адамдардың өз көзінде үшінші қабақ бар екенін бәрі біле бермейді. Бірақ бұл мүше барлық адамдарда болады және көздің ішкі бұрышында орналасады. Адамның үшінші қабағы жабайы замандардан қалған және де қазіргі уақытта еш қызмет атқармайтын мүше болып табылады. Үшінші қабақты бүгін жануарлар жиі қолданады. Мысалы, қолтырауындар су астында сүңгіп жүргенде олар көздерін үшінші қабақпен жабады. Аппендикс немесе соқыр ішек әрбір адамда болады. Ол жай ғана бар және ешқандай қызмет атқармайды. Бірақ адамға үлкен қиыншылықтарды әкелуі мүмкін. Чарльз Дарвиннің айтуынша, соқыр ішек ерте заманда адамға қатты әрі ауыр астағамдарын қорытуға көмектескен. Алайда бүгінгі күндері біздің тамақтану рационымыз өзгерген және де тамақ тағамдарымыз өте жұмсақ және жеңіл болып келеді. Сондықтан ол ешқандай қызмет атқармайды. Алайда соқыр ішек ісіп қабынатын болса, бұл соқыр ішек ауруы немесе аппендицит деп аталады. Іш өте қатты ауыра бастайды. Сондықтан соқыр ішек қабынатын болса, оны бірден кесіп алып тастау керек. Қаз терісі немесе дененің тітіркенуі деген ұғым адам мүшесі емес, бұл адам ағзасында болатын пайдасыз процесс. Бұл процесс адам тоңған кезі қорыққан, қызығушылық, қуанған кездері болады. Мысалы, адам баласы керемет өлеңді тыңдап жатқанда, немесе керісінше жаман бордың тақтайдағы шықырын естіген кезі болады. Бұл рефлекс адамның терісіндегі шашты көтеріп екі қызмет атқарады. Біріншісі, адамның терісінде жылуны ұстап тұруы үшін, екіншісі шаш көтерілгендіктен адам қорқынышты болып көрінуі керек. Алайда бүгінгі таңда біздің денемізде жылуны ұстап тұратындай жүн өспейді. Ал денедегі шаш тұрғанда бізден кім қорқады? Бұл функциялардың барлығы да жануарларға қажет зат. Әзірге болды достар. Егер сіз осы видеодан жаңа затты білген болсаңыз, міндетті түрде осы видеоны лүпілдеп лайк басыңыз және де менің саяхат YouTube арнама жазылыңыздар. Қош болыңыздар.